достар, мен сізге көрсетейін деп жатырмын. Мына Wildberriesке кәдімгі кіреміз. Wildberries'та өзімізде қараңыздар, қанша мемлекет действительно тіркелген. Вот, қараңыздар. 6 мемлекетке сіз товарыңызды сата аласыз. Россия, Белоруссия, Қазақстан, Киргизия, Армения, Өзбекистан. Сол жерде де сіз сата аласыз. Және де бұл жерде доставкалар барлығы бағалары сол бағамен. Ойлаңызшы, сіз Қазақстанға емес 180 миллиард тұтынушы. Например, просто бір затты қараңыз, 21.750 теңге дейді мынаның өзін. Прикиньте. Еще қанша адам сатып алған бұның барлығы, мына отзыв. Более 42.800 раз сатып алынған Philips'тікін. Вообще супер. Бұны сіздер біздің өзіміздің барахолкадан да алып, кәдімгі тура осын барахолкадан аламыз. Бар сурет интернетте тұр, осы суретті қойып та сата бересіз ғой. Бұл жерде рубльменен міне негіз осынша болған, қазір мынанша 21.750 теңге. Енді ойлаңыз, сіз бұны барахолкада мен өз басым кеше ары күні көріп келдім. Примерно штучный оптовойды айтпай қойыңыз, просто сатып алғанның өзін 8-10 мыңға алыңыз. 10 мың. Үстінде 11.750 теңге. Расходыңызбен айтады. Расходыңызбен таза 8 мың теңге. Даже бірге бір расходпен 10 мың дейлік. Бірге бір 11.750 теңге бір товарыңыздан алып тұрсыз қой. И то бұны бір жерге сатпайсыз. Россияда қанша федерация үлкен, мынау бар. Любой затты, даже 5 мыңға, 4 мыңға зат алып, оны да сіз 10 мың, 15 мың, 20 мыңға сата аласыз. Носки дейсіз, аяқ киім, сатурация, мұны бәр нәрсені алып сата алады екенбіз. Сіздерге анық көрінсін деп қазір видео түсіріп жатырмын.